Түшкіру адамның еркіне бағынбайтын күрделі рефлекс. Бұл құбылыс мұрынға немесе жоғарғы тыныс жолдарына тітіркендіргіш түскен кезде болады. Адам түшкіргенде бүкіл денесімен бұлшықеттері бір сәтте жұмыс істеп, мұрын мен ауыз арқылы ауа қатты қысыммен сыртқа шығады. Ал соның ішінде көпшілікті таңқалдыратын нәрсе адамның түшкірген кезде көзін ашып тұра алмауы. Бұл биологиялық тұрғыда өте қызықты әрі күрделі қорғаныс механизміне байланысты. Бірінші факт. Түшкіру жүйке жүйесінің реакциясы. Түшкіру рефлексі үш бөлімнен тұрады. Тітіркенуді сезу, миға белгі жетуі және бұлшықеттердің әрекеті. Бұл процестің әр бөлігі жұлын мен ми арқылы реттеледі. Сол сәтте ми адамның бет, кеуде және іш бұлшықеттерін жұмылдырады. Осы рефлекске көздің қозғалысын бақылайтын бұлшықеттер де қатысады, сондықтан олар автоматты түрде жиырылып, көзді жауып тастайды. Бұл еріксіз іске асады және адам оны тоқтата алмайды. Екінші факт. Көздің ашық қалуы миға қауіпті болуы мүмкін. Көздер түшкіру кезінде жабылмаса, ішкі қысым көз ұясына түсіп көру жүйкесіне зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті адам ағзасы өзін қорғайды. Түшкірген сәтте көздің бұлшықеттері рефлекс арқылы жабысады. Бұл механика ми ішінде, көз ішінде қауіптің алдын алу болып табылады. Егер адам көзін күшпен ашық ұстаса, бұл ретте көз айналасындағы қысым қауіпті деңгейге көтерілуі ықтимал. Үшінші факт. Бұл ежелден белгілі құбылыс. Ғасырлар бойы адамдар түшкіру кезінде көздерін ашып тұра алмау себебін әртүрлі жорамалмен түсіндірген. Орта ғасырларда адамдар түшкірген кезде көзді ашық қалдырса, жан шығып кетеді деп қорыққан. Бұл сенімнің ғылыммен еш байланысы жоқ, бірақ түшкіру мен көздің жабылуы арасындағы байланыс өте ертеден белгілі болған. Төртінші факт. Түшкіргенде бүкіл дене бір сәтке тоқтайды. Түшкіру кезінде адамның жүрек соғысы сәл баяулайды. Бұл вазовагальды рефлекс деп аталады. Сонымен бірге денедегі барлық бұлшықет жиырылып, тыныс алу, көздің қозғалысы, тіпті ойлау қабілеті бір сәтке тоқтайды. Бұл ағзаның ішкі қысыммен күресу тәсілі. Осы сәтте көздің де жұмысы автоматты түрде тоқтап, жабылып үлгереді. Бесінші факт. Көзді ашуға тырысу зиянды болуы мүмкін. Кейбір адамдар тәжірибе ретінде түшкірген кезде көзін ашып қалуға тырысқан. Бірақ бұл көз қысымының артуына, көздің қабырғасының шамадан тыс керілуіне және қан тамырларының жарылуына әкелуі мүмкін. Мұндай әрекет тіпті көру қабілетінің уақытша бұзылуына немесе бас ауруына себеп болады. Сондықтан табиғи рефлекске қарсы шығу ұсынылмайды. Алтыншы факт. Көздің жабылуы ми бұйрығымен болады. Адам көзін жыпылықтату немесе жұмған кезде бұл қимыл негізінен бет жүйкесі арқылы реттеледі. Түшкіру кезінде сол жүйке автоматты түрде миға көзді жап деген бұйрық жібереді. Бұл ешқандай ойлануды талап етпейді және санаға бағынбайды. Тіпті кейбір адамдардың көзі сәл ашық көрінсе де, бұлшықет шегінде жабылып үлгереді. Жетінші факт. Кейбір жүйке байланыстары ортақ. Көзді қозғалтатын бұлшықеттер мен мұрын мен тамақ аймағын басқаратын жүйке байланыстары бір-біріне жақын орналасқан. Түшкіру сигналы миға жеткенде, көрші жүйке жолдары да қосылып, көз бұлшықеттерін іске қосады. Бұл жаратылысымыздағы жүйке жүйесінің күрделі үйлесімі. Сегізінші факт. Түшкірген кезде мұрын мен ауыз арқылы үлкен қысыммен ауа шығарылады. Сол ауа айналадағы бактерияларды, шаң тозаңды, кейде тіпті сілекей тамшыларını шашып жібереді. Егер көзі ашық қалса, бұл микробтар немесе бөгде заттар туа көзге кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан көзді жабу ағзаның көзді физикалық зияннан қорғау механизмі. Тоғызыншы факт. Түшкіру кезінде көз шығып кетеді деген миф. Аңыздарда, егер адам түшкіріп жатқанда көзін ашып тұрса, көз ұясынан шығып кетуі мүмкін деген сенім бар. Бұл ғылыми негізі жоқ миф. Дегенмен түшкірген кезде ішкі қысым шынымен артатыны рас, сондықтан көз бұлшықеттері тығыз жабылып, оны орнында ұстап тұрады. Яғни бұл миф шындыққа жанаспаса да негізсіз де емес. 10-шы факт. Робот немесе жасанды интеллект түшкірмейді. Адам рефлекстерінің күрделілігі соншалық, жасанды интеллект немесе роботтар мұндай процестерді сезіне алмайды. Түшкіру тек дене ішіндегі биологиялық тепе-теңдікке, жүйке жүйесі мен бұлшықет әрекетіне байланысты.
Оның көзін жұмып түшкіруі оның тірі ағза екенін дәлелдейтін табиғи көріністердің бірі.